Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ең бастысы пайдалы маш көже дайындайтын боламыз. Достар, ауызашарға өте жеңіл тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алғаш етімізді, барлық көкөністердің барлығын жақсылап видеода көрсетілгендей етіп турап алатын боламыз. Етімізді қуырамыз, артынан пияз салатын боламыз. Кейін сәбізімізді барлығын салып шығатын боламыз. Артынан томат пастасын саламыз. Менде үнемі қатырылып тұрады, соны қолданамын. Артынша суымызды құйып, қайнағанын күтеміз. Машымызды жақсылап жуып алып, сорпамызға саламыз, 40 минуттай қайнатып аламыз. Машымыз осылай видеодадай жақсылап ашылуы керек. Артынша картобымызды саламыз да, картобымыз піскеннен кейін ішіне бір кеседей болып шығатын күрішімізді салатын боламыз. Өте дәмді, ең бастысы жеңіл табиғи тағам, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жанына бүгін түрік, яғни восточный пирогын дайындайтын боламын. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.